Лев Толстой, әз-әзіл. Евгений Ертенев қатарынан озық, еңбекқор, ақылды жігіт. Петерборда заң факультетін тәмамдады. Әкесінің үлкен шаруа қожалығы бартын. Бірақ әкесі дүние салған соң шаруашылық жұмысы туралап, қарызы көбейіп кетті. Евгений оқуды аяқтап ауылға оралды. Істі қайта қолға алып, аяғынан тік тұрғызды. Әкесінің қарыздарын өтеді. Кішкене етек жеңін жиғанша үйленбей жүре тұруға бел байлады. Бірақ еркектік мұқтаждығы дес бермеді. Күні түні жалаңаш әйелді ойлайтын болды. Студент кезінде әртүрлі әйелмен әуейі болып жүрді. Соңғы рет тігінші әйелмен ойнап күлген еді. Ауылға келгелі 2 айдан асты. Өзін тежей алар емес. Қалаға барып келу керек пе, бірақ сол нәрсеге бола алысқа шапар шегу тиімсіз. Шаруа қожалығын тастап шыға алмайды. Ауылдағы өткен-кеткен қызға көзін сатып, әбден сілесі құрды. Оларға қырындайын десе, әкемнің абыройына да дақ түсіріп алмайын деп қорықты. Біреумен әңгімелессе болды, сөзді әйел тақырыбына бұратын болды. Бір күні орман қарауылы Даниламен сөйлесті. Сөз арасында өзінің қатты титықтағанын жеткізді. Көңілдес тауып берсе ақшасын төлейтінін айтты. Данилада тіс қаққан әккі болатын. Степанида деген әйелді көндіріп алып келді. Степанида асқан сұлу болмаса да жарасымды дене бітімі бар еді. Күйеуі әскери болған соң жиі іс сапарда жүретін. Степанидамен көңіл қосқан жаны тыныштағандай болды. Еш алаңсыз жұмысын істей берді. Евгений некесі төсек бөлісуді ар-ұяттың таразысына салмайтын. Құмарлықтың уақытында қысымнан шығарып тұруға жет деп түйді. Оны денсаулыққа пайдалы, бел босасаса жұмыс тез жүреді деп санады. Ашынасымен төсекте табысқан соң ар-ұяты қатты мазалайтын. Әсіресе Степанида күйеуінің қатты ұялды. Ондайда бұл соңғы рет енді жоламаймын деп ұятын жұбатып қоятын. Бірақ бұл тірлік біреумен тоқтамады. Көңілдесімен тоғайда, малғорада жасырын кездесіп жүре берді. Бірақ өзін бұл серлік уақытша ғана үйленген соң басылады деп жұбатты. Тіпті Степанидамен қарым-қатынасын ашыналыққа жатқызбады. Себебі бұның ойынша көңілдеске ақы төленбеуі тиіс. Ал бұл әр кездескен сайын Степанидаға бір сом беріп тұрды. Яғни бұл әрекетін қызмет түрі деп есептеді. Евгений қалаға барғыштап жүрді. Бірде Аннескилердің әулетімен танысқан. Оларды таяуда оқу бітірген қыздары Лиза Аннескаяны көріп ғашық болып қалады. Ұзамай құда түсіп үйленді. Махаббаттардың бал дәурені басталды. Евгений бұл кезде тым бақытты еді. Күнде ерте тұрып шаруашылықты аралайды, зауыт жұмысын көреді, кейде егістікке барып қайтады, түсте үйіне асығып оралады. Кешке әйел екеуі атқа мініп серуендейді, баяғы көңілдесін ұмытып та кеткен еді. Бір күні әдеттегідей үйіне келген еді, ойда жоқта Степаниданы көріп аңтарылып қалды. Мұны әйеліне қолғабыс етіп, үйде еден жуып жүр екен. Кеше Лиза үй жинауға қызметші әйел іздеп жүрген еді, бірақ қызметшіге Степаниданы алып келеді деп ойламады. Евгенийдің қабағы түйіліп, ашуланып кетіп еді, бірақ ашуын құмарлығы тез жүгендеді. Ұры көзі Степаниданы жалаңаш балтырын ішіп жеп бара жатты. Қалай жұтынғанын өзі сезбей қалды. Несіне телміріп тұрмын, үйге кірейін деп бетін бұрып алған еді. 5 қадам аттағанда тағы бір қарасай деп біреу сыбырлағандай болды. Мойны еріксіз бұрылды. Тағы да көзі балтырына түсті. Құдайым-ау, не істеп тұрмын деп өз қылығына ұялып үйге шапшаң кіріп кетті. Бірақ жүрегі аузына тығылып, шашынан бақайына дейін түсініксіз толқын жүріп жатты. Көзін жұмып еді, Степаниданың жалаңаш денесі елестеді. Есіктен қайта барып сығалағысы келді. Ішінен бір ой, қазір Степанида оңаша қалады, барып тіл қат деп бұйырып жатты. Бір кезде адал жар Лиза ойлап еді, ұялып кетті. Лиза байқұс періште ғой, менің сұмпай ойымнан бейхабар деп өзін жалғыздыға бастады. Ертесіне Степаниданы жұмыстан шығарып жіберді. Осыдан бастап Евгенийдің өмірі түккірт өзгерді. Көзін жұмса болды, баяғы ашылас елестейтін болды, жүрегінің бір құрт кеміріп жатқан сияқты қиналады. Бірде ауылда той думан болған. Билеп жүрген Степаниданы көргенде құмарлығын тежей алмады, одан көз алмай қарады да отырды.
бір кезде бұрынғы ашынасының орманға қарай беттегенін көріп, ізінен жүгірген сол еді, Самохин деген шал ұстап алды. Егер ол болмағанда өзін тоқтатуға еркі жоқ еді. Ертесіне тағы да Степаниданы ойлады. Сәл ертерек жүргенде кездесер едім, әттең шал ұстап қалды деп өкінді. Бір кезде өз қиялынан өзі шошыды. Тіпті ойдан арылу үшін саусағын майшаммен күйдіріп көрді. Бірақ сілімтік ойы жеңе алмады. Мол ақша беріп Степаниданы бала шағасымен басқа жаққа көшіріп жіберуді ойлаған. Солай етсе, мазасыз көңілден құтылатындай үміт кеткен. Бірақ дегені болмады. Әйелімен бұрынғыдай төсек ләззатын бөлісе де алмады. Қойнында ел емес, құдды бір ашынасы жатқандай елестеді. Бір күні әзәзіл ойдан құтылатын амал тапқандай болды. Қырымға уақытша көшіп кетті. Ол жақта ескі достарымен, бауырларымен жүздесіп марқайып қалды. Ұзамай әйелі босанды. Қылығы тәтті қыз туып берді. Бір қыздығы Степанида жайлы түк ойламады. Расымен сайқал бейнеден құтылғандай сезінді. Қызының тәтті қылығы бәрін өзгертті. Күз түсе Евгений елге оралды. Күзде қызылшасы мол өнімге қарық қылды. Зауыты гүрілдеп жүріп тұрды. Кәсібі дөңгелей берді. Үйіне келсе, қызметшісінің өтірік білмеген істеп Степанида жайлы сұрап көріп еді, өзіне әсер етпеді. Таң қалды, расымен ұмытқан сияқты. Ертесіне егістікті аралап келе жатып сабан тасыған Степаниданы көрді. Жүрегіндегі құрт қайта тіріліп кеткендей болды. Көзі еріксіз тырсиған көйлек ішіндегі дөңгелегі бөксеге түсті. Арам қиялы ақылын бойлап алды. Баяғы тоғай ішінде аймаласқан кездері есіне түсті. Степаниданың артынан жайлап еріп отырып, оның үй жағына қалай келіп қалғанын өзі сезбей қалды. Біреу-міреу көріп қалмады ма деп жан-жағына шошына қарады да тез зып берді. Евгенийдің алдында шақ жолға алғандай көрінді. Бірі Степаниданың күйеуінен тартып алып үйлену, бірақ бұл кезде әйелін кәсібін тастап басқа қалаға көшіп, сондай өмір сүру керек. Екіншісі Степаниданы өлтіріп, қалған ғұмырын түрмеде өткізу. Үшіншісі өзін өлтіру. Бірақ үш ойда баянды үміттің жолын көрсете алмады. Қалай ойласа да, ой санасы тығырыққа тіреле берді. Бойдақ кезде жауапсыз ойнап күлгеннің, махаббатсыз төсек рахатын іздегеннің осылай опа бермесін түсінді. Қалаған уақытымда құмарлығымды тежеп аламын. Батыр ойлары күл талқан болды. Ең қиын тигені әйелі мен бейкүнә сәбиінің бетіне қарай алмай ұяттан өртенді. Әйелі күйеуінің азапты күйін көріп себебін сұрай берді. Бұл шынын айтқысы келсе де қысылып ағынан ақтарыла алмады. Мұндай кезде бұрышқа қамалып қалғандай сезінетін. Ал әйелі күйеуінің азапты халін көріп жаны ашыды. Бұрыннан байқап жүреді, мәнісін білгісі келді. Бірде күйеуіне жалынып себебін сұрап қоймады. Күйеу айтуға оқталғанымен адал жарының періште жүзін көріп дәті шыдамады. Әйелінің сыртқа шығып кеткенін пайдаланып, револьверін алды да маңдайына тақады. Өмірімен қош айтқысы келді. Көз алдына жаңа туған сәбиін, аяулы жарын елестетті. Оларды қимай тұрды. Тамағына өксік булығып, көзіне жас тығылды. Евгений жұбайын қатты жақсы көретін. Үйленгелі көзіне шөп салмады. Әйелінің алдында ары таза, өлмей қойса да болар еді, бірақ ар ұжданың құмарлықтың қызыл иті талап жатты. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз көз алдына Степаниданың сайқал бейнесі келе қалды. Қызыл орамалын бұлғап, мұны тойға шақырғандай болды. Күлкісі бейне бір аршылаңдаған әзәзілден аумайды. Оны жек көріп кетті, көргісі келмеді. Құмарлығы қажаған сол бір дәуренге қарғыс айтты. Қолы дір-дір етіп, тістері қалшылдап кетті. Езуінен түкірігі ағып, иегін былғады. Шүріппені басуға батылдығы жетті. Бұл кезде оның әзәзіл оймен арпалысатындай да күші қалмап еді.